Тап берген атаңа ел қадірін біл балам, ел ерлігі, ел бірлігі, сынға түскен бұл заман. Саған айтқан сөзінен сабақ алсын тыңдаған, айтқан сөзде ұқсын, аңғарлы жан болмаған. Хош, хош балам, хош балам. Құлағында құлының даусым жүрсін жырлаған, алға дайым арлы едің, ата сөзін сыйлаған. Перзентімнің алды едің, көңілімді иман. Аттандырдың майданға, аман есен жүр балам, абыройға ие бол, ағат баспа бір қадам. Көз жібірсем алысқа, көпті көрдім дегенім, көп зырыққан ел екен, шексіз дала дегенім, ұлтырақтай жер екен. Домбырасын серіқіп, өткізді жамбыл ғасырды, өлеңді төгіп өрнектеп, асуардан асырды. Жамбыл Жабаев балаларға: балалар, аман басын шырықтарым, мәсіп көлге біткен құрақтарым, жүрмесен есендіп тұра алмаймын, ішінен асып кетсе бір аптаның. Қонаққа келді міне Жамбыл атан, сан жылдар жүк көтерген бүкір жотам, қарт бабан дәуіріне мейірі қанған, қаунып жастығына сендей ботам. Yerlerde gördüm degenim, yer yemes ekin kemligen, andarda gördüm degenim, Allah'a kongan şer eken. Күтім дегенімін, тау емес екен дөн екен, өзен көл-көлдім дегенімін, қоршасынан сел екен. Сәлеметсіздер ме? Туран университетінің журналистика және аудармасы кафедрасының доценті, қазақ тілі бөлімінің басшысы Төлекова Гүлжан Қажмұратқызы. Қазақ тілі бөлімінің оқытушы профессорлар құрамы Жыр алыбы Жамбылдың 175 жылдық мерейтойына Жыр алыбы Жамбылдың дала қоңырауы челленджін ұйымдастырып отыр. Бұған арнайы ұйғыр, орыс, шешен ұлтының өкілдері, яғни студенттері, орыс, ағылшын тілі бөлімінде оқып жатқан студенттеріміз челлендж жасап отыр. Оны дайындаған Майра Мұсақызы, доцент Айман Өмірзаққызы. Және Туран университетінің атынан осы челленджді Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің тілдерді дамыту орталығының меңгерушісі Жүрсіналина Гүлжанат Құрмашқызына және сол кісінің жетекшілігімен болып отырған студенттер құрамына жолдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.